1694 жылы Франциямен соғысты қаржыландыру үшін білдей Англия банкі құрылып, адамзат тарихында ең алғашқы рет мемлекеттік облигациялар жарық көреді. Қысқаша, облигация дегеніміз депозит сияқты. Бірақ оны банк емес, мемлекет не коммерциялық ұйым шығарады. Англия банкі шығарған облигациялардың сыйақы мөлшерлемесі жылына 8% құрайтын. Яғни сен 1000 фунтқа облигация сатып алсаң, жыл сайын 80 фунт өсім табысын көріп отырасың. Осылайша, Ұлыбритания үкіметі халқының наразылығын тудырмайтын қосымша салықтарды енгізбей, Франциямен соғысу үшін қаражат жинап алады. 19 ғасырда әуелі Ұлыбританияда, сосын бүкіл Еуропа мен ақш-та индустриалды революция басталып, жаппай заводтар мен фабрикалар, темір жолдары мен телеграф линиялары салынады. Өркениеттің бұндай керемет жетістіктерін қаржыландыру үшін банктер әлем бойынша жайылып, әр үлкен қалада бірнеше жаңа бөлімшелер ашылады. Себебі бұл кезге таяу батыс әлемі өсімге қарыз беруден басқа қаржыландырудың өзге тәсілін білмейтін.